Мән-жайды білмей сөз айтпаңыз. Хирургтың телефоны кенеттен шыр етті. Телефонына қарап еді. Аурухана хатшысы екенін көріп, телефонның батырмасын басып, «Иә, қызым, айта бер, сізді тыңдап тұрмын» деді. Хатшы: «Дәрігер мырза, халі мүшкіл бір науқасты алып келді. Өзіңіз келмесеңіз болмайды, дереу бүкіл шаруаңызды тастап келсеңіз дұрыс болады» деді. Дәрігер: «Ондай болса, шұғыл шығайын. Сіздер қажетті дайындықты бастай беріңіздер» деді. Телефонды өшіріп, сыртқы киімдерін асығыс киіп, жағдайды түсіндіріп, үйінен шығып кетеді. Ауруханаға жеткені сол еді. Есік алдында хатшымен бірге науқастың әкесі де оны қарсы алып тұр екен. Науқас жас жігіт екен. Оның әкесі бірден дәрігерге бас сала ұрыса бастайды. «Менің балам өлгелі жатыр. Сен болсаң, үйіңде арқаңды кеңге жайып жатырсың. Менің орнымда сен болсаң қайтер едің? Неге соншама кешіп келдің?» Дәрігер сәл күлімсіреп, сыпайы ғана: «Ести сала барлық шаруамды тастап келдім. Өмірге келу біздің қолымызда болмағаны сияқты, осы өмірмен қош айтысуда біздің қолымызда емес екенін ұмытпаңыз. Біз тек өз міндетімізді атқарушы адамдармыз» деді де жүгіріп барып, ота жасайтын бөлмеге кіріп кетті. Содан жігіттің операциясы 2 сағатқа созылып, соңында қатты шаршаған дәрігер бөлмеден шығып, дәлізде тұрған әкенің қасынан өтіп кетіп, өз бөлмесіне кіріп кетті. Оның артынан көмекші дәрігер шығып, науқастың әкесіне жағдайды түсіндірді. «Ағатай, қатты қобалжымаңыз. Ота сәтті өтті. Бұйырса, балаңыз аман-есен осы ауруханадан сауығып шығатын болады» деді. Әкесі қуанып, уф деп орнына отыра кетті. Бірақ артынша орнынан атып тұрды да, ана оңбаған дәрігер қандай тәкаппар адам еді. «Жаңа ғана алдымнан өтіп бара жатып, өзі жағдайды түсіндірсе болар еді ғой», деді. Осы кезде көмекші дәрігердің көзінен жас тамшылап кетті. Ол әкенің өмір бойы ұмытпайтын мынандай сөздерді: «Дәрігер мырза керемет жан ғой. Оның баласы кеше жол апатынан қайтыс болған еді. Біз оған телефон шалғанда баласын жерлеуге апара жатыр еді. Біз оған жағдайды түсіндіріп, сіз келмесеңіз болмайды деген соң, ол бәрін тастап, балаңызды аман алып қалу үшін дереу жүгіріп келді» деді деп айтты. Ашу қысып тұрған әке бұл сөздерді естіп, қатты өкініп, ештеңе айта алмай, орнына отыра кетті. Оқы, ойлан. Орында 2 кітабынан алынды. Кітапқа тапсырыс беру үшін биодағы сілтемені басыңыз.